сәлем, қалдарың қалай? Білесіңдер, жалпы табысымыздың бір бөлігі ол Telegram бот канал арқылы табатын табыс. Ссылкасын қалдыратын боламыз. Telegram ботқа өтіп, 1-2 ғана таныстарыңызды шақырып, 2 сағат уақытыңызды бөліп, жай ғана подпискамен достарыңызды шақырып, подписка жасап, ақша таба аласыңдар. Ол жақта көп ақша таба алмайсыңдар, бірақ бөліп. Қалайсыңдар? Султан поехал отвозить көрпе-төсектерді ауылға, өйткені мы скоро уезжаем бұйырса. Вот, и посуданымның заттарымыз тоже кішкене жинақтап, тоже ауылға жүреміз. И еще плюс кимейтін киімдердің барлығын я решила, выкинуть. Но перед отъездом столько всего, надо сделать. Киімдерімнің бәрін толық жинап бітірген жоқпын, посудамды тоже жинап дайындап қою керек, чтобы ауылға апарып тастау үшін посуда қатты көп емес, но все равно миым ашып отыр, шынымды айтсам. Қалайсыңдар, давайте поболтаем. Бүгін кішкене прям кешке уже ветер появился, прохладный, погода классная. Есік алдына отырып, ауа жұтып, өсек айтатын уақыт сияқты. Написали мне многие, отнесите вещи в мечеть, раздайте нуждающимся. В Меге, в Москве есть специальные ящики для нуждающихся деген сияқты. Но, знаете, я бы с радостью отнесла, если бы мои вещи не были супер-мега короткими, обтягивающими, открытыми. Это коктейльные платья разные, там, да, наряды деген сияқты. Даже повседневные образы у меня, допустим, зимние с плотными колготками носила очень часто короткие черные юбки просто. Вот, поэтому все короткое такое, я не думаю, что ондай киімдерді мешіттерге апарып таратуға болатын киімдер деп ойламаймын. Сол үшін, да, сол.